Ақмола облысы Целиноград ауданы номер 21 орта мектебінің оқушысы Лаукел қызы Нұрайым. Қазақстанның тәуелсіздігіне 30 жыл. Жері кең, халқы бейбіт, байлығы ұшан, табиғаты әсем, киімі айбатты, елтаңбасы еңселі, туы тұғырлы, ұрпағы жігерлі, өзін әлем таныған ел. Тәуелсіздік, еркіндігім, қасиеттім, қастерлім, өзің барда өзегімде жоқ шермің. Кеше сенің келбетіңді арман ғып, боданына бұғауландық басқа елді. Бабалардың басын тігіп бәйгеге, аналардың жанарына жас бердің. Уа еркіндік, қош келдің. Өзегімді өрт құраған қоғамда өзім өсейме өгей болам ба? Алшаң басып жүре алмасаң алталаш, азаттығың қадіріңде жоғында. Саған жету қиын болса қаншалық, сақтап қалу қиынырақ оданда. Уа еркіндік, құның немен өлшенді? Сені көксеп боздақтарым өлсе өлді. Сенсің менің ең ғажайып өлеңім, ең шуақты, ең шырайлы, ең шерлі. Әр таңымды сен шілеп сұрайын, Құдай берген ғұмырыңды өлшеулі. Қазақстан кеше, бүгін, ертең. Қазақстан кеше. Еділ мен ертістің арасында далалы қалқапта көшпелі империялы уақыт өте келе қазақ деген бір тұтас халыққа бірікті. 11 ғасырда қуатты қазақ хандығы құрылды. Алайда тәуелсіз қазақ мемлекеті бейбіт өмір сүре алмады. Үрліккен жұрт шұбыра қашып, ақтабан шұбырында болды. Халық алқа көлге аяндап, қасиетті Қаратауға бас сауғалады. Күтпеген жерден қазақ жерлеріне жасаған жоңғарлардың шабуылынан қазақтар тоз-тоз болып, мал-мүліктерінен айырылып қырылды. Осы оқиға байланысты қазақ халқының елім-ай әні дүниеге келді. Қаратаудың бауырында қалың қазақ бас қос. Ердің ерлігін соңғы рет сынайтын күн туды. Жұртты аман алып қалу үшін қазақ билері мен батырлары ел Қабанбай, Бөгенбай, Наурызбай, Райымбек сынды батыр бабаларымыз қолбасшылық етті. Әсіресе 20 ғасыр қазақ халқы үшін ауыр қайғы толы кезеңдермен есте қалды. 1923-1933 жылдары адам айтса нанғысыз ашаршылықтан 6 миллиондай адамның 2 миллион астам опат болды. Асыра сілтеудің кесірі қазақ қоғамына қайраткерлері Ахмет, Мағжан, Міржақып, Жүсіпбек, Бейімбет, Ілиястың түбіне жетті. Өзі өлсе де аты өлмеген ағалар рухына бүгінгі ұрпақтар тізе бүгіп бас еді. 1941-1945 жылдарда адамзат тарихында болмаған алапат соғыста ел үшін жанын қиған қазақ батырлары бүкіл адамзатты қорғап ерекшелік көрсетті. Тарихта 1986 жылы 16 желтоқсанда болған желтоқсан көтерілісі деген атпен жастар қозғалысында қаншама жастар тәуелсіздіктің құрбаны болды. Олар Қайрат Рысқұлов, Ләззат Асанова, Ербол Сыпаев, тағы басқалары. Қазақстан бүгін 19 миллион халқы бар көпұлтты Қазақстан мемлекеті 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан Республикасы тәуелсіз мемлекет деп жарияланды. Сөйтіп, 1991 жылы 16 желтоқсанда республиканың тәуелсіз күні ретінде бүкіл әлемге танылды. Қазіргі кезде Қазақстан өркениеті дамыған елдер қатарына енген мемлекет. Ел өз қалауымен президентті сайлап, ата заңымыз бен мемлекеттік рәміздерді қабылдап, ана тіліміз қазақ тілімен мемлекеттік тіл болып жарияланды. Қазақстан астанасы Астана қаласы. Ол күннен күнге жаңарып, жаңа белестерге көтерілуде. Еліміз мұнайға, пайдалы қазбаларға өте бай. Қазіргі ынтымағы жарасқан көптеген елдері мен достық байланыс орнатқан. Бүкіл әлем таныған елге айналады. Қазақтың асқақ беделі
Қазақстан болашақта. Еліміздің ертеңі бүгінгі күнінде баянды. Бақытты болатынына сенімім мол. Мемлекетіміздің жарқын болашағын бүгіннен бастап ойласақ, көкке қолымыз жететін күн туылады. Тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев отанымыздың, қоғамымыздың, біздің балаларымыздың, жастардың тамаша келешегі бар екенінде сенімділігі, ал бәсекеге қабілетті Қазақстанның әлемдегі экономика мен қоғамдастықтың табыстық кірігуінің кілті. Жастар деген сөзі біздерге сенім береді. Ақ пен келісім жарасым тапқан еліміздің бүкіл әлем мойнындағы дамыған алпауыт елдермен тереземіз теңесіп, біз қуатты елге айналамыз. Еліміздің ертеңі бүгінгі күннен де баянды, бақытты болатынына сеніміміз мол. Мен осы тәуелсіз Қазақстан Республикасының азаматы болғаныма мақтанамын. Мен тәуелсіз елдің ұрпағы болғанына қуанамын. Мерекелеріңіз құтты болсын. Көк тудың желбіреген